Жүректеріңізді елжіретіп, көз жастарыңызды тие алмайтын 5 махаббат фильмі. Арналамызға қош келдіңіздер, достар. Бүгін біз кино әлеміне терең бойлап, жүрек қылын шертетін, ұмытылмас 5 махаббат хикаясын еске түсіреміз. Әдеттегі романтикалық комедиялар емес, көргеннен кейін де ұзақ уақыт бойы естеріңізде қалатын, шын жүректен толқытатын фильмдер жайлы әңгіме болады. Бұл фильмдер сізді тұтастай жаулап алатын, өзгертетін, өмір сүруге деген құштарлықты оятатын махаббат жайлы. Ендеше сүйікті көрпеңізді алып, жылағанды ұнататын досыңызды шақырып, бастайық. Бірінші кезекте, бізді әрдайым жылататын классикалық фильм «Дәптер». Бұл фильм махаббаттың шынайы күшін көрсетеді, және оның қалай барлық қиындықтарды жеңе алатынын дәлелдейді. Бұл фильм Ной мен Аллидің екі түрлі әлемнен келген, жағдайларға байланысты ажырап қалған екі жас ғашықтың хикаясын баяндайды. Олардың махаббаты алғашқы көзқарастан басталады, бірақ өмірдің қатал шындығы оларды ажыратуға тырысады. Елестетіп көріңізші, сіз жассыз, ғашықсыз, жазғы күн көл бетіне батып барады, және бәрі мүмкін сияқты. Бұл сәттер мәңгілікке есте қалады, және оларды ешқашан ұмытпайсыз. Міне, Ной мен Алли де солай. Олар бір-біріне деген махаббаттарын сақтап қалуға тырысады, бірақ өмірдің қиындықтары оларды сынайды. Бірақ өмір, әдеттегідей, оларға қиындықтар әкеледі. Олар бір-бірінен алыстап кетеді, бірақ жүректерінде бір-біріне деген махаббаттары сақталады. Әлеуметтік айырмашылықтар және екінші дүниежүзілік соғыстың көлеңкесі оларды ажыратуға тырысады. Соғыс олардың өмірлерін өзгертеді, бірақ махаббаттары оларды қайта біріктіреді. Олардың махаббаты бәрін жеңе ала ма? Олар барлық қиындықтарды жеңіп, бір-біріне қайта оралады ма? Бұл сұрақтар көрермендерді толғандырады. Жылдар өтеді, өмір өзгереді. Бірақ сол бір тамаша жаздың естелігі Ной мен Аллидің түстерінде қалады. Олар сол сәттерді еске алып, бір-біріне деген махаббаттарын сақтап қалады. Біз олардың өмірдің, махаббаттың және жоғалтудың қиындықтарымен күресіп, әрқашан алғашқы сезімдеріне оралуын бақылаймыз. Бұл фильм бізге махаббаттың шынайы мәнін көрсетеді, және оның қалай барлық қиындықтарды жеңе алатынын дәлелдейді. Дәптер, жай ғана махаббат хикаясы емес, ол уақыт сынағына төтеп бере алатын мәңгілік махаббаттың күші туралы дәлел. Кейде ең ұлы махаббат хикаялары елестетуге келмейтін қиындықтарға төтеп беретінін еске салады. Фильм ғашықтардың алғашқы күндерінен бастап бірге қартаю қиындықтарына дейінгі өмір бойына созылатын махаббаттың күрделілігін әдемі бейнелейді. Қарттар үйіндегі көріністі еске түсіріңізші. Орамалдарды дайындаңыз. Дәптер, соңғы көріністен кейін де ұзақ уақыт бойы естеріңізде қалатын эмоциялардың шыңы. Бұл үміт, жүрек жарасы және шынайы махаббаттың мәңгілік күші туралы хикая. Екінші тарау, атауы Титаник, трагедиялық оқиғалар аясындағы эпостық махаббат хикаясы. Келесі кезекте Титаник фильміне назар аударамыз. Тарихтағы ең қайғылы апаттардың бірінің аясында өрбитін бұл эпостық романс екі түрлі әлемнен келген, ең күтпеген жерде махаббат тапқан Джек пен Роуздың хикаясын баяндайды. Қоғамдық күтулерге тұншыққан Роуз, төменгі палубада саяхаттап жүрген еркін рухты суретші Джекте бостандық пен құмарлық табады. Олардың байланысы сөзсіз, ұрланған көзқарастар, құпия кездесулер және сыбырлап айтылған уәделер. Бірақ тағдырдың басқа жоспарлары бар сияқты. Титаник мұзды толқындардың астына батып бара жатқанда, Джек пен Роуз мүмкін емес таңдау жасауға мәжбүр болады. Үмітке толы махаббат хикаясы уақытқа қарсы жарысқа айналады. Бұл хикая бізге махаббаттың шексіз күшін және оның ең қиын сәттерде де қалай гүлдене алатынын көрсетеді. Титаник, көркем туынды, бірақ бізді шынымен баурайтын нәрсе, оның негізіндегі махаббат хикаясы. Джек пен Роуздың махаббат хикаясы бізге шынайы махаббаттың қандай болатынын көрсетеді. Фильм бізге ең қараңғы кезеңдерде де махаббат гүлдей алатынын, және кейде ең үлкен құрбандықтар махаббат үшін жасалатынын еске салады. Джек пен Роуздың бір-біріне деген адалдығы мен сүйіспеншілігі бізге шынайы махаббаттың күшін көрсетеді. Біз жолаушылар мен экипаж мүшелері өз өлімдерімен бетпе-бет келгенде адамзаттың эмоцияларының тереңдігін көреміз. Бұл Джек пен Роуздың махаббат хикаясын одан сайын ащы етеді.
Олардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен адалдығы бізге шынайы махаббаттың қандай болатынын көрсетеді. Алдағы трагедия туралы білім әрбір ұрланған сүйіс, әрбір бірге күлкіге ащы тәттілік қосады. Бұл бізге өмірдің қысқалығы мен әрбір сәттің қаншалықты құнды екенін еске салады. Титаник, махаббат, жоғалту және бір-біріміздің өмірімізде қалдыратын іздер туралы хикая. Бұл бізге махаббаттың шексіз күшін және оның ең қиын сәттерде де қалай гүлдене алатынын көрсетеді. Бұл елестетуге келмейтін трагедия алдында да махаббат пен қолдау тапқан адам рухы төтеп бере алатынын еске салады. Махаббат бізге күш береді, бізді біріктіреді және бізді ең қиын сәттерде де алға жетелейді. Үшінші тарау, атауы, есте қалатын серуен, алғашқы махаббаттың күші. Есте қалатын серуен фильмімен бірге мектеп кезіне оралуға дайын болыңыз. Бұл фильм сізді жасөспірімдік жылдарыңызға қайта оралтып, алғашқы махаббаттың тәтті және ащы сәттерін еске түсіреді. Бұл әсерлі фильм танымал спортшы Лэндон мен иялшақ және діндар қыз Джеймидің хикаясын баяндайды. Лэндонның спорттағы жетістіктері мен Джеймидің тыныш, бірақ күшті рухы арасындағы контраст олардың қарым-қатынасын ерекше етеді. Олар мүлдем басқаша, бірақ тағдыр оларды біріктіреді. Лэндон мен Джейми бір-біріне мүлдем ұқсамайды, бірақ олардың жолдары қиылысып, олар бір-бірінің өміріне еніп кетеді. Абайсыз әзілдің салдарынан Лэндон Джеймидің тыныш күші мен берік сеніміне тартылады. Лэндонның әзілдері мен Джеймидің сабырлы жауаптары олардың арасындағы ерекше байланысқа әкеледі. Ол оған мектеп спектакліне көмектесуге келіседі, және бұл олардың қарым-қатынасын нығайтады. Спектакльге дайындық барысында олар бір-бірін жақынырақ таниды, және біртіндеп олардың арасындағы қабырғалар құлай бастайды. Олар бір-біріне сенім артып, өздерінің ішкі әлемдерін аша бастайды. Күтпеген достық екеуі де күтпеген махаббатқа айналады. Олардың достығы терең сезімдерге айналып, олар бір-біріне деген махаббатты сезінеді. Өмірге деген құштарлығымен Джейми Лэндонға махаббат пен мейірімділіктің шын мәнін үйретеді. Джейми Лэндонға өмірдің қарапайым қуаныштарын көрсетіп, оның жүрегін ашады. Бірақ олардың махаббат хикаясы күтпеген бетбұрыс алады. Бұл бізге өмір әрқашан әділ емес екенін, және кейде махаббат үшін үлкен күш пен құрбандық қажет екенін еске салады. Олардың қарым-қатынасы қиындықтарға тап болып, олар бірге осы сынақтарды жеңуге тырысады. Бұл бізге өмір әрқашан әділ емес екенін, және кейде махаббат үшін үлкен күш пен құрбандық қажет екенін еске салады. Олардың махаббат хикаясы бізге өмірдің қиындықтарына қарамастан махаббаттың күшін көрсетеді. Есте қалатын серуен, алғашқы махаббат, екінші мүмкіндік және мейірімділіктің күші туралы хикая. Бұл фильм бізге алғашқы махаббаттың қаншалықты күшті және әсерлі болатынын көрсетеді. Бұл бізге қиындықтарға қарамастан махаббат ең күтпеген жерлерде гүлдей алатынын еске салады. Махаббаттың ең қиын сәттерде де гүлдене алатынын көрсетеді. Бұл фильм алғашқы махаббаттың ыңғайсыздығы мен кінәсіздігін, өзіңіз бен басқа адамның жаңа қырларын ашудың қуанышын әдемі бейнелейді. Алғашқы кездесулердің ыңғайсыздығы мен қуанышын көрсетеді. Өзіңіз бен басқа адамның жаңа қырларын ашудың қуанышын әдемі бейнелейді. Бір-бірін жаңа қырларынан танып, бірге жаңа нәрселерді ашудың қуанышын көрсетеді. Бұл хикая сүйіп, жоғалтқан кез келген адамға әсер етеді. Кейде ең ұлы махаббат хикаялары бізге өзіміз туралы көбірек білуге көмектесетінін еске салады. Бұл фильм сүйіп, жоғалтқан кез келген адамға әсер етеді. Кейде ең ұлы махаббат хикаялары бізге өзіміз туралы көбірек білуге көмектесетінін еске салады. Махаббат хикаялары бізге өзімізді және өмірді тереңірек түсінуге көмектеседі. Қорытынды, атауы байланыста болыңыз. Міне, сіздерге жүрек қылын шертетін, ұмытылмас 5 махаббат хикаясы. Біз күлдік, жыладық, барлық эмоцияларды бастан кешірдік. Қай фильм сізге ең қатты әсер етті? Егер сізге бұл эмоцияға толы видео ұнаса, лайк басып, жазылу түймесін басып, қай махаббат хикаясы сіздің жүрегіңізге ең қатты әсер еткенін түсініктемелерде жазыңыз. Келесі кездескенше, әр сәтті бағалап, жақындарыңызды қадірлеп, эмоцияларыңызды еркін білдіруден қорықпаңыз. Өйткені, бізді біз ететін нәрсе, өміріміздегі махаббат хикаялары.